Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 29-шы қара сөздегі Абай сынаған мақал-мәтелдер. Сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу. Оқушылар, экранда берілген бейнелі суреттерге назар аударайық. Суреттер арқылы мақал-мәтелдер жасырылған. Қалай ойлайсыздар? Бұл суреттер қандай мақал-мәтелдерді бейнелеп тұр? Жарайсыздар оқушылар. Бірінші суретте білім инемен құдық қазғандай мақалы. Екінші суретте әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер мақалы. Үшінші суретте туған жерім, алтын бесігім мақалы жасырылған. Олай болса оқушылар, осы мақал-мәтелдердің қазақ өміріндегі орны қандай екендігіне бірге тоқталып өтейік. Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауызша тарап, мәнін жоймай сақталған мақал-мәтелдерден қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, дүниеге деген көзқарасын, арман мүддесін байқауға болады. Мағынасы терең, ойды дәл берген мақалды кез келген дау жанжалда, халық өміріне қатысты қажетті шешім қабылдағанда орнымен қолданудың маңызы зор болған. Ал ондай кезде аталы сөзге арсыз жауап береді деп, қандай жағдайда болмасын орнымен айтылған жүйелі сөзге тоқтаған. Дана Абай 29-шы қара сөзінде былай деген: Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғыны да бар. Дей келе, білместікпен айтылған сөздерден сақ болуды ескертеді. Енді 29-шы қара сөздің аудио мәтінін тыңдайық. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгілі, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтындығы да бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргенің құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңді жаныңды қинап, еңбекпен малтап деген сөз болса, ол ар кететұғын емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанат, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табам, қалауын табам деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атын шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? 100 күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей, түспей, арып, шөмеңдеп, диваналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе, періште жолдан таяды дейді. Ей, періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтыныңды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қоста қалайтқаны. Атанада мал тәтті, алтын иден жан тәтті дейді. Атанасынан малы тәтті көрінетұғын антырғанның тәтті дерлік не жаны бар? Атанасы малға сатпақ ең арсыздың қылық емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма, ұрпағыма қалсын дейді. Ол атанасын сатқан соң Құдайға дұшпандық емес пе? Осындай білместікпен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Сақ болу керек. Бірінші тапсырма кестемен жұмыс жасау. Абай сынаған мақал-мәтелдерді теріп алып, сыни талдау жасайық. Бірінші бағанға мақал-мәтелдер, екінші бағанға Абайдың сыны, үшінші бағанға өзіндік сыни пікірімізді жазайық.
Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, кестеде берілген ықтималды жауаппен сәйкестендірейік. Мақал мәтелдер. Жарлы болсаң, арлы болма. Абайдың сыны. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап, еңбекпен мал тап деген сөз болса, ол ар кете тұғын іс емес. Өз сыны. Ықтималды жауап. Ар адамдық сананың негізі. Олай болса, ардан безіп, бай, жарлы болудың еш мәні жоқ. Абайдың бұл мақалды сынға алуы орынды деп білемін. Келесі мақал. Атың шықпаса, жер өрте. Абайдың сыны. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? Өз сыны. Қай қоғамда болмасын, адамдардың кейбірі еңбексіз, түрлі айлалы жолмен атақты, абыройлы болуға тырысып бағады. Ал мұндай абырой, атақтың ғұмыры да қысқа болады. Алтын көрсе, періште жолдан таяды. Абайдың сыны. Періштеден садаға кеткір-ай, періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қысар сұмдығын қостағалы айтқаны. Өз сыны. Бұл мақал арқылы көрсе қызар, дүниеқұмарлық қасиеттері басым адамдардың өз іс-әрекетін ақтап алу мақсатында асыра сілтеушілікпен айтқаны деп түсінемін. Ата-анадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті. Абайдың сыны. Ата-анасынан мал тәтті көріне тұғын, антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Өз сыны. Ата-анасын, шаңырағын малдан артық көріп, тәтті санау, ар-ұяттан безініп, адамшылықты жоғалту деген сөз. Қалауын тапса, қар жанады, сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ. Абайдың сыны. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек. Өз сыны. Жағымпаздықпен өмір сүргенше, адам өз күшіне сеніп, адал еңбек етуі қажет. 100 күн атан болғанша, бір күн бура бол. Абайдың сыны. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып, шөмеңдеп, диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Өз сыны. Бір күнді қызыққа құмарту бос нәрсе. Мақал эстетикалық жағынан анайы сипатта бейнеленген. Оқушылар, Абайдың 29-шы қара сөзін рафт әдісі негізінде орындап көрейік. Р. Роль. А. Аудитория. Ф. Форма. Т. Тақырып. Жақсы оқушылар, енді жауабымызды ықтималды жауаппен салыстырып көрейік. Роль 7-ші В сынып оқушысы, аудитория 7-ші А сыныбы, форма хат, тақырып Абай сынға алған мақалдар. Сәлеметсіздер ме 7-ші А сыныбы? Абайтану пәні бойынша қандай тақырыпқа келдіңіздер? Бүгін біз абайтану пәнінен 29-шы қара сөздегі Абай сынаған мақал мәтелдер тақырыбын өтіп жатырмыз. Тақырып өте қызықты екен. Мақал мәтелдер халық даналығының бай қазына байлығы. Мақал сөздің мәйегі деген дана халқымыз 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін мақал арқылы жеткізген. Мақал мәтелді бойына сіңіріп өскен бала сөз қадірі мен қасиетін түсінетін, алды артын ойлап, қиындықты еңсеруге төтеп бере алатын қасиеттерді бойына жинап өседі емес пе? Ал кейбір орынсыз эстетикалық құндылығы жағынан анайы сипатта айтылған, мысалы, жарлы болсаң арлы болма, 100 күн атан болғанша бір күн бура бол. Мақалдардың ұлабайша айтқанда не құдайшылыққа, не адамшылыққа керегі жоқ екендігін түсіндік. Бұл мақалдардың астарлы мәнін зерделеу арқылы адами қасиеттерді жоғалтпай, кейбір нәрселерді сол қалпында қабылдамай, талғап, сын көзбен қарауға үйрендік. 7-ші А сыныбы. Сіздер бұл қара сөзді қалай талдадыңыздар? Кері байланыс күтемін. Сәлеммен 7-ші В сынып оқушысы. Оқушылар, енді сабағымызды бекітейік. Блум таксономиясы бойынша
Ойлау деңгейлері негізінде сұрақтар беріліп отыр. Осы сұрақтарға жауап берейік. Жарайсыздар оқушылар. Енді жауабымызды ықтималды жауаппен сәйкестендіріп көрейік. Ойлау деңгейі білу. Сұрақ. Бүгінгі сабақта Абай Құнанбайұлының қай қара сөзімен таныстық? Ықтималды жауап. Абай Құнанбайұлының 29-шы қара сөзімен таныстық. Түсіну. Ақынның бұл қара сөзді жазудағы мақсаты не? Ықтималды жауап. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғыны да бар, деп кей мақалдарды сынға алуы арқылы адами қасиеттерді жоғалтпауға шақырды. Қолдану деңгейі. Сұрақ. Сенің өміріңде бұл қара сөздің алатын орны қандай? Ықтималды жауап. Абай сынаған мақалдардың мәні мен мазмұнын зерделеу арқылы сын тұрғысынан ойлауды үйрендім. Талдау. Неліктен Абайдың қара сөздерін өмір тәжірибесінен туған ой толғамының қорытындысы дейді? Ықтималды жауап. Абай қара сөздерінде өзі өмір сүрген дәуірдің шындығы мен болашақ ел тарихына алаңдаушылық сезімі басым болды. Осы негізде адал еңбек ету, өнер үйрену, ғылымды игеру, адамгершілік, имандылық секілді бірталай көкейкесті әлеуметтік мәселелерді кеңінен толғайды. Жинақтау. Қара сөзден қандай тағылым үлгі алдыңыздар? Ықтималды жауап. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады дегендей, жүйелі сөйлеу ішкі мәдениеттің көрінісі екендігін ұғындым. Бағалау. Абайдың 29-шы қара сөзімен танысу сіз үшін қаншалықты маңызды болды? Ықтималды жауап. Кез келген нәрсені сол қалпында қабылдай бермей, сын көзбен қарауға, өзіңе керекті нәрсені танып, талғап ала білуге шақырды. Оқушылар, үйге тапсырма, Абайдың 29-шы қара сөзін жатқа мәнерлеп оқып келу. Оқушылар, бүгінгі сабақта 29-шы қара сөздегі Абай сынаған мақал мәтелдердің эстетикалық құндылығы жайлы сыни шолу жасауды үйрендік. Келесі білім алаңында кездескенше сау болыңыздар.